Ана тілім алтын бесігім, өшпесім мәңгі есімін. Өзімен бірге ашамыз болашақтың есігін. Қазақ тілім намысым, келешектің танысым. Өзімен бірге өз тілім, орындалар әр ісім. Ана тілді ән қылып, жүремін әркез сағын қылып. Қазақ тілі бар кезде қазақ ұлты мәңгілік. Тіл өткеннің ұрпаққа қалдырған аманаты, бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі күннің кепілі. Қайырлы күн, ана тілін ардақ тұтар тіл жанашырлары. Бүгін сіздермен бірге мен, Айнагүл Сәрсенбайқызы. Бүгін біздің студияға келген қонақтармен таныс болайық. Қоғабай Жұмағали Бейжанұлы, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, ақын, журналист. Екібастұз қалалық қазақ тілі қоғамының төрағасы. Марахова Наталья Владимировна, нөмірі 6 мектеп лицейінің бастауыш сынып ұстазы, Павлодар облысының бастауыш сынып ұстаздарының ассоциациясының төрайымы. Және Устемчик Леонид Игоревич, нөмірі 22 мектептің 9 сынып оқушысы. Құрметті қатысушылар, Қазақстан Республикасының тілдер күніне орай ұйымдастырылған «Тілім менің байлығым» атты пікір алаңына қош келдіңіздер. Ең алғашқы сұрағым Леонидке қойғым келеді. Леонид, сіздің ұлтыңыз орыс. Иә. Қазақ тіл мектебінде білім алып жатсыз бірақ. Иә. Қазақ мектебіне бару сіздің қалауыңыз ба, әлде ата-аналарыңыздың шешімі болды ма? Бұл ата-аналардың айрықша шешімі. Мүмкін олар дұрыс деп ойлады. Сіз қазір 9 сыныпта оқисыз, ал сіздің ойыңызша дұрыс берді ма ата-аналарыңыз сізді қазақ сыныбына? Иә, дұрыс. Өзіңізге ұнай ма? Ұнайды. Жұмағали Бейжанұлы, жалпы өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде білім алып жатқаны бұл қалай ойлайсыз? Қажеттілік пе, әлде мода дейді, сән ба? Бұл мәжбүрлеу демес, мода демес, қажеттілікке жақындап келе жатқанымыз деп ойлаймын. Осындай бір ата-аналар болады саналы, болашақты ойлайтын балаларының азаматтар бар белсенді, өзге ұлт өкілдерінде. Мысалға 91 жылы 22 қазақ мектебі ашылғанда Лариса Кузикова 1 классқа сыныпқа барды. Сонда менің орыс әріптестерім, журналистер, бұл қалай болар екен, оны ата-анасы неге берді екен деген сияқты әңгімелер тудырды. Қазір Лариса Кузикова қандай тамаша еркін сөйлейді, және қазіргі біздің Екібастұз телерадиосының, телевидениесінің, теледидарының басқарып отыр. Кімнен кім? Сондықтан бұл тағы қайсылап айтам, өзге ұлттар өкілдерінің қажеттілігінен, болашақты ойлауынан туған нәрсе ерікті түрде балаларын беріп отыр. Міне сіздер өзіңіз сөзіңіз аузыңызда сіз айтып жатсыз, 90-шы жылдары, 91-ші жылдары ең алғашқы болып, алғашқылардың. Бірақ қазір ондай оқушылар, балалар, яғни өзге ұлт өкілдері қазір көп қой біздің қаламызда. Білім алып жатқан қазақ мектептерінде, қазақ балабақшаларына барып жатқан. Енді одан әрі неге көбеймейді дейсіз ғой. Көбеймейтін бір себеп бар деп ойлаймын. Одан кейін 1997 жылы заңға өзгеріс, тіл туралы, тілдер туралы заң шықты. Тіл туралы заң шығып еді. Қазір енді тіл туралы заң дейді. Сонда қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі ресми қолданылады деген өзгеріс енгізгеннен кейін адамдар саналы ғой. Бұл ресми дегеннің өзі ар жағында мемлекеттік тілге жақын деген сөз тұр ғой. Және заңда жазылған кез келген орындарда, жерлерде, өкілдіктерде қазақ тілімен қатар қолданылады ресми тіл. Мен сол себептен халық ақымақ емес, ендеше біз балаларымызды сол орысша оқыта берейік. Сөйлеп айтады дейсіз ғой. Босаңсық болған екен. Ол да мемлекеттік тіл екен, орыс тілі деген ойға келіп, меніңше сосын
орыс мектептеріне барасыздар. Босандық меніңше жасамау керек еді. Яғни заңда шамалы өзгеріс жасау керек еді. Яғни мемлекеттік тілді жоғарырақ қойып деген сияқты дейсіз ғой. Енді қазіргі белсенділер, ғалымдар айтып жатыр, сарапшылар, саясаткерлер. Негізі тілдер туралы заң емес, мемлекеттік тіл туралы заң керек деп жатыр. Енді оны алда болашақ көрсетеді. Біздің заңымыз негізі басқа бұрынғы тарап біткен республикалармен, одақтас республикалармен салыстырғанда өте ақылды жазылған, кең жазылған, еркін жазылған, өзге ұлттардың талап тілектерін, мүдделерін ойлап, тыныштықты сақтау үшін жазылған заң деп. Білемін, ол да мүмкін осы уақытта қиын кезеңде керекті шығар. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңында 6 тарау 27 бап бар. Оның әр бабында тілдің қоғамдағы сан түрлі салаларында қолдану мен мәртебесі нақтыланып көрсетілген. Ендеше құрметті көрермендер, сол баптарды таратып айтайық. Бірінші, 7-ші баптарда жалпы ережелер туралы түсініктеме беріледі. 8-ші, 15-ші баптарда тіл, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында. 16-ші, 18-ші баптарда тіл, білім беру, ғылым, мәдениет және бұқаралық ақпарат құралдары салаларында. 19-ші, 22-ші баптарда тіл, елді мекен атауларында, жалқы есімдерде, көрнекі ақпаратта. 23-ші, 26-ші баптарда тілді құқықтық қорғау. 27-ші бапта тілді шет елдермен және халықаралық ұйымдармен қатынастарда пайдалану заңдастырылып, олар тиісінше тарауларға бөлінген. Тіл туралы заңның тарауларынан көріп отырғандай, тілдің қолданылмайтын саласы жоқ. Оның ауқымы өте кең. Наталья Владимировна, осы кезекте сізге бір сауалым бар. Сіз орыс тілді мектепте еңбек етесіз. Дұрыс. Бірақ қазақ тілін жетік үйреніп алыпсыз. Мұның себебі неде? Әлде қажеттілік болды ма? Біріншіден, мен 1985 жылы Шығыс Қазақстан облысында, Эгөз қаласында дүниеге келдім. Сол үшін біздің мектепте қазақ тілі пәнінен өте керемет мұғалімі болды. Оның аты Қалиханова Фарида Қалиханқызы. Біз бірге облыс және республика бойынша қазақ тілі пәнінен олимпиадаға дайындалдық, қатыстық, бір-бірімізге қонаққа келдік. Мен мынау адам өте көрметемін. Әрине қазақ тілі маған жұмыста өте көмектеседі. Яғни бұл мектеп қабырғасынан алынған білімнен кейін сіз үйреніп отырсыз ғой, солай ғой? Солай. Ал жаңа айтып жатсыз, жұмысыңызда немесе басқа жерлерде көмегін тигізеді ғой сонда? Әрине көмектеседі. Леонид, сіздің мектепте, қазақ мектебінде өзіңіздің құрдастарыңыз, сыныптастарыңыздың арасында өздеріңіз міне жас буын қай тілде сөйлейсіздер, басындырақ сөйлейсіздер, яғни сыныптан тыс? Орыс тілінен сөйлейміз. Неге? Мүмкін қоршаған орталықтан байланысты, мүмкін отбасынан. Яғни отбасында орыс тілінде сөйлеген балалармен орыс тілінде сөйлеген дұрыс дейсіз ғой? Иә. Соны түсінеді ғой? Иә. Неге қазақ тілге сөйлемеске? Себебі мектептің қабырғасында, ең болмағанда мектептің қабырғасында қазақ тілінде сөйлеуге болады ғой? Болады. Мүмкін қазақ тілін, орыс тілінен. Жеңіл, е? Иә. Жеңілірек, тез ойыңды жинақтап, тез айтуыңа жеңіл дейсің ғой. Ендеше Жұмағали Бекжанұлы, сіздің ойыңызды білгім келеді. Қазақ мектептерінің оқушылары сыныптан тыс өзге тілде сөйлеуіне не себеп? Бұл сұрақты қазір қоғамдық ортада, ата-аналар да, азаматтар да, журналистер де көтеріп жүр. Осы кезеңдегі бір күрделі сұрақ десе де болады. Неге мектепте оқиды, мектептен шыға салысымен бірден өзге тілде, орыс тілінде сөйлеп кетеді. Немесе көшеде жүргенде, немесе дүкенде болса, немесе аулада, оны қарап жүрміз, көріп жүрміз. Менің
бір ақын адам бар, Нұрмағамбет деген. Сол кісі осыдан 4-5 жыл бұрын осында тұрды, сол айтады. Сол мектептен шыға салысымен қазақ балалары орысша сөйлесіп жүр екен. Сосын айттым, сендер неге қазақша сөйлемейсіңдер, қазақша білмейсіңдер ме? Әлде біреуден қорқасыңдар ма? Жоқ, біз ешкімнен қорқпаймыз деп көздер жайнап кетті. Ендеше неге бір-біріңмен қазақша сөйлеспейсіңдер? Бұл бүгінгі күннің енді басты айттым ғой, күрделі мәселесі. Оған себеп жаңа Леонид айтқандай қоршаған ортаның әсері. Үйге кірсең теледидар орысша қойып қояды ата-аналар. Ата-аналардың өздері де мүмкін орысша сөйлеуі мүмкін қазақ отбасында кейбіреулер. Одан кейін анау соттылар бар, ұялы телефон, интернет. Ғаламторларда да онда сайрап тұрады бәрі. Кинолар, кино документальный болсын. Соның ақпарат жеткіліксіз деп тұрсыз. Ақпарат жеткілікті болғанмен осы біздің қазақ мектебінің оқушылары орысшаға бейім тұрады. Бұл да біздің енді әбден орыс тіліне бейімделіп кеткеніміз сияқты деп ойлаймын. Жеңіл сияқты көрінеді. Мен біздің аула бар, осы жерде жақын. Аулада 10 бала жүрсе, төмен кластың. Соның 2-үшеуі өз ұлт өкілдері, басқалар қазақтар. Орыс тілінде сөйлейді. Бұл үшін бізге насихат жұмысын жобасы жүргізуіміз керек, шығарып көбірек. Оқушылардың арасында басынан бастау керек дейсіз ғой. Балабақшадан да бастау керек. Балабақшадан бастап. Ана бір жылдары Бақауов деген облыс әкімі болды, сол кезде, осы 3-4 жыл бұрын екен. Сол кісі бір бастама көтерді. Балалар бақшаларында қазақ тіліне көшейік деген. Мемлекеттік тілге. Сол аяқсыз қалды. Бастап еді басын. Негізі осы бесік, әуелі бесігінде түзе дейді ғой. Сол бесік жырынан бастап, бала бақшада біз құлақтарына сіңірсек, тілдерін жаттықтырсақ, қазақ тілінің әуезділігін, әдемілігін, сонда неше түрлі құрал жабдықтар мен аудио, видео дейміз сондай. Сонда олардың жүрегіне сіңеді, қанына сіңеді, сосын барып олар аулада, көшеде әрі қарай сөйлей бастайды ма деп ойлаймын. Ол үшін бізге бәріміз жұмылып істеуіміз керек. Яғни бір жақты ғана болмау керек дейсіз ғой. Тек қана мемлекет тарапынан ғана емес, үйде де ол жұмыс жүргізілу керек қой. Әрине, отбасы. Ол отбасы, отан отбасынан басталады дейді ғой. Сол отбасынан басталса сонда бәрі сол отбасынан басталып тұр ғой. Бірақ көбісі енді мемлекетке, қоғамға, жаңағы араға, көп достарына көп сілтеп жатады. Осылар осы сөйлегесін, орысша сөйлеп жүр деген сияқты. Бірақ дегенмен отбасынан бастау керек дейсіз ғой. Бұл бір екіншіден біз осы орталық Азияда неге мысалға түркмендер өз тілдерінде сөйлейді, өзбектер, қырғыздар, әзербайжандар өз тілдерінде сөйлейді. Біз Ресеймен шекарада тұрмыз. Біз әрбірдесін орыс, Ресейге жақынбыз. Қай жағынан болсын, туыста, құдада болып жатырмыз. Араласымыз, керемет қатынасымыз. Сонда көрші мемлекеттің әсері де бар. Болмай қоймайды. Қараңыз, бізден кейінгі 2000 километр жатқан демографиялық жағынан алғанда 90-95-100% өз ұлт өкілдері өз тілдерінде сөйлейді. Егер өз тілдерінде сөйлемесе, ата-аналар ұрсады. Отбасы. Отбасының ықтималдығы бар. Сол әдет, сол талап, тәртіп үзіліп қалған сияқты. Бәрекелді, тамаша. Адамның бұзылуы оның тілінің шұбарлануына байланысты дейді. Ендеше ұлы ойшыл ғалымдар бұл жөнінде қандай ой түзгенін көрейік. Көрінеді тілден түйсік білімде, біле білсек жарылқаушы тіліңде. Қазақ тілі түркі тілінің ішіндегі ең бай тіл.
тіл ойлау құралы. Тілге қалай болса солай қарау деген, қалай болса солай ойлау деген сөз. Француз тілі Европаға қандай әсер етсе, қазақтың тілі түркі мәдениетіне дәл сондай әсер еткен. Қазақ тілі шығыстың француз тілі. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Тіліміз бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі өз тілімізбен оқып, сонан соң басқаша оқыту тиіс. Түрлі байлық бар. Солардың таңдауын берсе, мен тіл байлығын таңдар едім. Өйткені тіл байлығы бәрінен де сенімді байлық. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Тіл деген бізге өткен дәуірлерден қалған асыл мұра. Ол тіл атамыздың ақылынан, анамыздың сүтімен жаралған. Қазақтың өз тілі қазақ үшін алтын бесік. Ана тілім бүгін өлсе, мен ертең өлуге дайынмын. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл, бірақ өз тіліңнің қадір қасиетін жоғалтып өгейсітпе. Ақын журналист Ұлықбек Есдәулет жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл, бірақ өз тіліңнің қадір қасиетін жоғалтып өксітпе деген екен. Құрметті қонақтар, қалай ойлайсыздар? Бұл дұрыс айтылған ба? Өз ойларыңызды салсаңыздар ортаға. Енді дұрыс сөз, бірақ бұны тура мағынасында түсінбеу керек сияқты. Кез келген адам жеті жұрттың тілін біле алмайды. Жеті жұрттың тілін полиглоттар, көп тілді білетін қабілетті, талантты адамдар болады. Сонау Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов тағы басқалар көп емес, полиглот болған адамдар. Мұстафа Шоқай. Бұл мағынада тұрғанда жеті жұрттың тілін біл деген, солардың білімін, ілімін, ғылымын игердеп тұр. Солармен дос бол, жақсы қасиеттерін бойыңа сіңір деген мағынаны білдіреді. Мысалы Қадыр Мырзалиев айтады, ана тілің арың бұл, ұятың болып тұрып етте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметті дейді. Бұл өзі ұран сөз. Әр қазақ осыны жаттап, бойына сіңіріп өсу керек. Ешқашанда өз тілін ұмытуға болмайды. Енді бұл ар жағында жеті атаңды біл, жеті жұртыңды біл деген сөзбен мағыналас сөз ғой. Сондықтан осындай ауыспалы мағынада түсінуіміз керек деп ойлаймын. Бірақ өз тіліңді, ана тіліңді ұмытпа дейсіз, өксітпе дейсіз, жылатпа дейсіз ғой. Оның ішінде ана тілді ұлттық құндылықтардың бәрі бар. Әдет, ғұрып, үлкенді сыйлау, ол сауап, ұят болады дегеннің бәрі соның ішіне кіріп кетеді. Біз сол қазақ осылай өскенбіз ғой. Ұят болады. Ұят болады, жаман болады. Овал болады. Бітті, сосын құсқа да тиіспейді, жан-жануарларға да аянышылықпен қарап тұрады. Біздің сол кішкене сондай мейірбандылығымыз, аяушылығымыз бар халықпыз, оның кейде бізге кері әсер жататын жағдайда болады. Олсыз болмайды ғой енді. Осы қасиеттерге бірақ жақсы болғанына мен қатты риза боламын. Бойымызда бар екен. Наталья Владимировна, сіздің ойыңызша? Ұлықбек аға дұрыс айтты. Өз ана тілі бұл байлығымыз, бірақ қазақ тілі бұл мемлекеттік тіл. Оны өйрету біздің міндетіміз. Сондықтан, егер шындық айтса, практикасыз тіл ұмытады. Сол үшін мен нөмір 6 мектеп лицейінің қазақ тілі пәндерінің мұғалімдерге тәжірибе үшін алғыс айтамын. Практикасыз ұмытады. Сонда мен жастарға кеңес бергім келеді. Қазақ тілі үйреніңіздер, өзіңізге сеніңіздер, бәрі ойдағыдай болады. Бұл біздің мемлекеттік тіл, оны білу керек.
Қай жерде өмір сүресің, сол жердің тілін білу керексің дейсіз ғой. Осы орайда ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұлының сөзі есіме түседі. Ұлттың жоғалуына себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Осыны естен шығармайық ағайын. Қайнар KZ медиа орталығының студиясында келесі кездескенше аман болайық. Сөйле қазақ тілінде, ғажап тілінде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде. Қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Оны білмеу маған күлкілі.